Жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласы жарық көргені белгілі. Онда көптеген өзекті мәселелермен қатар қазақ елінің тарихына да тоқталған. Шынына келсек, тәуелсіздік жылдарында бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық жаңа тарихымыз әлі толық жазылған жоқ. Оның тұжырымдамасын бұған дейінгі олқылықтарды ескере отырып қайта қарап, жаңа ғылыми ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде тыңнан жазатын уақыт әлде қашан келді. Бұл іске беделді тарихшыларымызды тарту қажет. Әрбір халық өзінің арғы бергі тарихын өзі жазуға тиіс. Бөтен идеологияның жетегімен жүруге болмайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған шеже ұрпақтың санасын оятып, ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді. Түсінгеніміздей, мемлекет басшысының айтуынша біздің тарих Мәскеудің ыңғайына орайластырылып жазылды. Демек, ол қазақтың нақты тарихы емес. Біз тәуелсіз елміз. Соған сай өзіміздің тарихты еш бұрмаламай, ашық нақты жазатын кез келді. Орыстардың өзі Алтын Орда туралы сериал түсірген кезде Алтын Орданың 2 ғасыр бойы астанасы болған Сарай Бату, Сарай Берке деп аталатын қаласын қайта салды. Мен соны көріп таңғалдым. Бұл қалай жақсы жұмыс жасаған деп. Соншама қаражат жіберіп, Сарай Бату орта ғасырлық тура сол өз қалпында көз алдымызға келіп, қазір Астраханның бір сағаттық жерде сол Сарай Бату тұр. Сол тәрізді Алтын Орданың тағы бір астанасы болды. Ол Сарайшық деген Атыраудан бір 40-50 шақырым жерде жайық бойында тұрған әлі орны тұр ғой. Қазақтың Қасым жеті ханның сүйегі жатырған Сарайшықты дәл осы орыстар тәрізді қалпына келтіруге болады. Сонда ол туристердің де мақтанышына айналады, және киногерлердің де жаңағы Алтын Орданы түсіретін кезде пайдаланатын қаласы болып шыға келеді. Алтын Орданың тарихын көтеру жалпы мына ұлы даланың тарихын тірілтумен бірдей. Сонда ғана біз өз тарихымызды өзіміз көзбен көргендей боламыз. Сонда ғана біз мынау әлемдегі алып елдер сияқты ешкімнен кем емес кезінде әлемді тітіренткен көшпенділердің ұрпағы екенімізді мақтан тұта аламыз. Мінекей тарихи кинолар жасаудың үлкен тәлімдік, тәрбиелік мәні осында жатыр деп білеміз. Кеше ғана президент Тоқаев тарихты ұлттық мүдде тұрғысынан қарап қайта жазу керек деді. Демек, алдағы уақытта қазақ тарихын қайта жазу қолға алынатыны анық. Десек те қаншалықты біз өз тарихымызды ашық жаза аламыз. Көрші отырған Қытайға, Өзбекке, орысқа тиіп кетпесін деп, тағы да тарихтың кейбір тұстарына көз жұмып өтіп кетпейміз бе? Тоқаев тарих саласына қатты бетбұрыс керек деп ашық айтты. Мысалы, киногерлер киноның шығатын үкімет тапсырысымен соның 70%-ын тарихқа арнауы керек деді. Бұның соңында қазақ киносының тарихында болмаған жағдай. Сол сияқты тек қана кино емес, жалпы тарихшылардың өзі қазақ тарихын өзінің табиғи қалпына келтіру керек деген сөз ғой. Мысалы, зерттелмеген қанша тарих жатыр әлі. Әлі сол Кенесары тарихын біз қалпына келтіре алмадық. Жалғыз ғана Кенесары емес, мысалы, Алашорда тарихы, олардың бәрін оққа байлап атты Кремль, Қызыл Кремль аттырды оның бәрін. Және сол Қызыл Кремльдің сойылын соққан өзі ішіміздегі сатқындар соларға жұмыс істеді. Мысалы, бүкіл Орта Азия бойынша кейбір елдерде 10 шақты, кейбір елдерде 100-ден асып кетпейтін адам ғана атылды. Қазақстаннан 25 мың адам атылды. Бұл деген сөз сол кездегі қазақ интеллигенциясының шашал десе, басал деген өте жаман бір қасиетін жайып салды. Яғни, бірін-бірін ұстап беру сол тым асқынып кетті. Неке осының бәрін қалыпқа келтіру
әлі жүріп жатыр, бірақ әлі бұл аяқталған емес. Бұған үлкен күш жігер керек, үлкен қаражат керек, және уақыт та керек. Кезінде Қадыр Мырза ағамыздың біздің тарих бұлдағы қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа бірақтағы дейтін өлең жолдары бар еді. Сан ғасырлық қатпар-қатпар тарихы болса да, қазақ тарихы кеңес заманында көп бұрмаланды, тереңіне бойлап оқытылмады. Соның есесін қайтаратын кез енді келгендей. Қазіргі кезде жағдай түсініксіз. Өйткені мына көптеген орталықтардың жұмыс істеу мерзімі 3 жылдық ғылыми жобамен жұмыс істеу мерзімі тоқтады. Ары қарай бұл орталықтардың жұмысы қалай болады? Тағдыр қалай болады? Тәжін құрған 9 ғылыми орталық бар менің білетінім, тарихқа байланысты. Тарих археологияға байланысты. Міне сол 9 орталықтың да қазір 3 жылдық жобамен жұмыс істеу мерзімі бітіп тоқтап тұр. Ал енді осындай орталықта қаржыландырылмаса, онда тарихты жазу туралы қандай әңгіме болуы мүмкін? Жалғыз тарих институты, мемлекет тарих институты, археология институты. Олар көптомдық тарихты жаза алмайды. Көптомдық тарихты жазуға бүкіл Қазақстан тарихшылары ұйымдастырылу керек. Барлық университеттердегі белгілі ғалымдар тартылу керек. Ол үшін жаңағындай кезінде тәжін құрған үлкен ғылыми орталықта қайтадан жұмысын жандандырылу керек. Біз кезінде мынау жаңағы 9 орталық, мысалы, Ұлы дала тарихы мен мәдениет деген бағдарлама бойынша жұмыс істедік. Мына 3 жыл мерзім жұмыс істедік, енді жұмысымыз тоқтап қалды. Ал енді алда қалай қаржыландырылады? Қолдау бола ма? Оны ешкім айтпайды. Жалпы мемлекет басшысы тарихты тарихшылар жазу керек дегенді айтты. Өйткені тарихты жазу кез келгеннің ермегі емес, ортадан қомақты қаржыдан үлесімді алып қалайын деген жылпостар еніп кетпей ме? Біз қазақ елі ұлы даланы мекен еткен кешегі сақ ғұндардың күнше күркіреп, алып қағанат құрған көк түріктердің ұрпағымыз, жарты әлемді дәргейіне бағындырған алтын орданың тікелей мұрагеріміз. Біздің тарих тамырына көз жүгіртсек, мыңдаған жылдарға кететін тарих, адамзат дамуына өзіндік үлес қосқан тарих. Демек, осындай сан қатпарлы, қасиетті тарихымызды қайта қарап, зерттеп, талдап, қайта жазатын кез туды. Жайна Тәттімбет, Айжан Бүркітбай, арнайы жазалар үшін.